Ассалаумағалейкум. Маңғыстаудан Нұрлан атын. Мына айтайын дегенім бар ғой, біздерде мына қалай айтса болады. Сыбайластар көбейіп кетті ғой, сыбайлас жемқорлық дейді ғой, сыбайластар көп, көзге көрініп тұр бәрі. Сыбайлас жемқорлық мекемелері соны көріп тұрса да нете алмайды екен, ештеңе істей алмайды екен. Біздің заңдарымыз, Қазақстан Республикасының заңдары соған қайшы келеді. Тексеруге болмайды мекемелерде, басқа жерлерде анадай мораторий жариялап тастаған. Соған байланысты көрсе де сол отыра береді. Арыз жазсаң да мейлі отыра береді. Хат жаз, қалай істе, сол Астанаға жаз мейлі. Астанаға жазсаң, Астана ауылға жібереді, Маңғыстауға, Маңғыстау мысалға мұнайлыға жібереді, мұнайлы там тағы не, мысалға архитектураға жібереді, архитектура бізді күштіміз деп жазады, болды. Сонымен бітеді шаруа. Енді ауылдың прокуратурасына да бардық. Аудандық прокуратураға барғанда олар айтады да, мысалға бір заңсыз әрекеттер көп қой, мысалға высоковольтный линияның астына дүкен салып қояды, мысалға здание салып қояды. Оны ешкім қадағаламайды, құқы жоқ ешкімнің қадағалауға. Сондай қылып көрсетеді. Сосын ана бір жоғарғы қысымды газдың трубасы жүріп жатыр да жердің астында. Соның үстіне дүкен салып қойды да енді бір адам. Енді танысы барлар салады ғой, бұлай адамдар салу қиын ғой. Соны енді ана газдың үстінен ана атылып кетсе дүкеннің ішінде адамдар қырылады ғой енді. Соны айтсаң, прокуратураға айтсаң, прокурор айтады, ол жерде газ жатқан жөнінде газ аймақтан дәлелдеме қағаздарын әкелді. Сонда прокуратураның жұмысын біз істеуіміз керек та, барып апарып ана қағазды анадан алып. Ол ана неге тиюге болмайды, олардан сұрайды сосын, сіздер сөйтті, олар жоқ дейді. Қызық та? Құжат шығарып жібереді. Құжат шығарылған ғой. Депутат маслихаттар қол қойған ғой деген әңгіме. Қызық та сонда. Маслихаттардың кім сайлады, қалай тағайындалды, бәрі біледі ғой қалай екен. Сондай сыбайластардың көптігі сондай. Оны тексеретін мекеме жоқ Қазақстанда. Мысалы, кез келген мысал келтіруге болады. Бізде мысалы Маңғыстауда міне бітпеген жол тұр да, трасса тұр. Вокзалға, Ақтаумен екі ортадағы трасса бітпеген, салынбаған. Неге десең ана аялдамаларға кондиционер қондырмай тұр. Аялдамаларды 10 миллионнан салған әр қайсысын. Енді 30 шақты аялдама салып тастаған. Соңғы үлгіде кондиционер болу керек, қыста жылы жел өру керек. Енді салмайды. Неге салмайсыңдар енді десе, бітіп тұр ғой енді. Жол бітпеген, бірақ жолда автобус жүріп жатыр да. Жол бітпеген дейді. Ал енді жол бітпесе сергек камералы неге жұмыс жасап тұр дейсің жоғарыда. Жасап тұрады. Оны цифровизацияға да жаздым, жауап бермейді. Не үшін ол цифровой манаға нені қойған кезде сергекті? Ол жердің құжатымен танысу керек еді ғой. Жердің біткен жолдың несімен танысу керек қой құжаттармен. Біткен жол қай мекеменің мойнында, қалай? Жоқ, олар қондырып кетеді, әркім өзі халықтан ақша жинаса болды әйтеуір бұл жерде. Сол қай налогқа түсіп, налогыдан сұрасаң, бізге налог түсіп жатқан жоқ дейді. Сондай жаңа Қазақстан мынау деген. Ал заң қорғайтын орган мына жерде, мен білем, адресі мынау деп айта ала ма біреу? Айтсыншы. Осы жерде деп, мен барып сөйлесіп көрейін. Мен бәріне барып көрдім. Аудандық, облыстық, мана тағы не, сыбайлас жемқорлық, антикор бәріне. Бәрімен сөйлесіп те көрдім, хат жазып та көрдім. Тіреліп тұр уже, тіреліп тұр. Енді білмей, енді осылай Қазақстанға жариялау арқылы ғана шешеміз деп ойлаймын, басқа шешілмейді бұл деген. Солай. Білмеймін, біздің ауылда сондай, білмеймін, басқа Қазақстанның басқа облыстарда қандай екен.